Қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған сабақтар биылда жалғасын тапты. Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаменті мен білім басқармасы бірлесе отырып жасаған жобада мектеп оқушыларын қамту көзделген. Былтыр 90-нан астам білім ошағында дәрістер өткізілген болатын. Қажет затын ғаламтор желісіндегі дүкендерден алатын Ағарыс Мұраталы бірнеше рет алданғанын айтады. Тауардың бағасына қызыққан бозбала бүгінгі сабақтан кейін өз қателіктерін түсінді. Сондай-ақ қаржылық сауатын арттырып, қаржы пирамидаларын қалай ажыратуға болатынын да үйренді. Саудагерді дұрыс таңдамағандықтан және де заказ бергенде мен өзімнің данныйларымды кейде қате жазып қоюым да мүмкін. Сол кезде асығып отырып, сол кезде де қателер кетіп, менің заказым келмей қалған уақыттарда болды. Қазіргі уақытта не только үлкен адамдарға, жастарға да керек, себебі қазір жастар үлкендерге қарағанда көбірек онлайн сауда жасайды деп ойлаймын. Соңғы жылдары интернет алаяқтарының құрығына іліккендердің саны артқан. Оған басты себептің бірі қаржылық сауатсыздық дейді құзырлы орган өкілдері. Сондықтан сабақтарды мектеп оқушыларынан бастауды жөн көріп, алдын алуға ықпал етуде. Телеграм болсын, Инстаграм болсын, осы сияқты интернет мессенджер арқылы қылмыстардың саны өте көбейді. Соның алдын алу жөнінде түсіндірме жұмыстар жүргіздік. Және одан бөлек жаңағы Инстаграм арқылы мошенниктер, алаяқтар өте көп. Бұл бойынша қазір кейбір қылмыстар бойынша бізде бөлек құрылым бар. Ол бойынша талдау жұмыстарын жүргізіп, осындай ең басты мақсат және өскелең ұрпақты алдын алу. Былтыр 90-нан астам білім ошағында дәрістер өткізілген болатын. Биыл 2 есеге дейін арттыруды көздеп отырған мамандар қаржылық сауаттылықты арнайы пән ретінде енгізсе, артықтық етпейтін алға тартады. Бала кішкентайынан қаржылай сауатты болса, алаяқтың арбауына түсуі екталай. Гүлнар Асқарқызы, Нұрберік Тұрғын, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.